Жігіттік шақ. Балалық шақ дәуренді бітіріп, бозбала шақтан өткен жас жігіттің кезеңге аяқ басады. Бұл кезеңнің өзіне тән ерекшеліктері, талаптары бар. Қазақ халқының ұғымында жігітке қойылатын талаптар көп. Ең маңыздысы әрине әулетіне, ағайынына, пайдасына тигізу, еліне қызмет ету, сонымен қатар кешегі балаң бозбаладан адал кәсіп пен өзге де адамның ғұмырына қажетті қасиеттерді бойына жинау талап етіледі. Мұның барлығы қысқаша жігіт сегіз қырлы бір сырлы, жігітке жеті өнер аз деген сияқты тіркесті ұғымдармен айшықталған. Еркеліктен өтіп, естияр жастан асқан бір әулеттің жүгін жауапкершілікпен алатындай әлеуетке жеткен жасқа енді жалпақ жұрт алдында қойылатын сын талаптар да көп. Артындағы сын көзбен қарайтын аға ұрпақ жастарға тек тұғырлы талаптар қойып қана қоймай, сонымен бірге сол талаптардың үдесінен шығатындай тәлім тәрбиесімен, ғұмырлық тәжірибесімен де бөлісіп, ежелгі қуған жігіттердің ел басына күн туған сәтте білегіне қылыш байлап, ат үстіне ту ұстайтын тегеурінді азаматтар болып жетілуіне жауапкерлікпен қараған. Әдетте жігіттер жұрт алдында сан қырынан сыналады. Алдымен адал кәсіп, өнерпаздық, дене күшінің әлеуеті, ептілігі мен балуандығы, қажыр-қайраты жағына сыналады. Енді осы жігіттік шаққа қатысты ұғымдар мен әдеттер һәм олардың мұсылманшылықпен ара қатынасы жайында ойысайық. Сегіз қырлылықтың бірі діни білім. Сегіз қырлы жігіттік кемелдігін білдіретін сегіз қырлылықтың бірі сауаттылық, оның ішінде діни білім алу еді. Осы тақырып қалам тартқан көп зерттеушілер бұл қырды назардан тыс қалдырды. Бұл жігіттің ең басты қыры болатын. Себебі алдымен ауыл молдасынан дәріс алатын бозбаланың зеректігі, білімге бейімділігі мен шаруа қырлылығы осы сәттен айқындалатын, және ең бастысы осы діни дәріс арқылы баланың дүние деген танымы, біртұтас пікір көзқарас осы кезде қалыптасатын. Яғни діни білім алу барысында қоршаған ортаға, дүниеге, ел жұрттың тағдырына деген пікірі біршама қалыптасып түзілетін. Егер ауыл молдасынан алған сауат ашу деңгейін өзіне місе тұтпаса, дуандардағы медресе мектептерде білімін жалғастыратын. Көпшілік оқығандар арабша, парсыша, түркше оқып жазып сөйлеп, өз заманымыз зиялылары атанған. Ауылдағы осындай сауат ашу сабақтарының қазақ халқының мәдениеті мен дүниетанымына қосқан үлесі үлкен, мәні өте зор еді. Осы дәрістерден өтіп, ұстаздың алдын көрген балаң бозбала исламның қайнар көздері, Құран мен хадисті, мұсылман шариғатын игеріп, имани құндылықтарды бойына сіңіріп, қатардағы сауатты мұсылманның біріне айналды. Ең бастысы дүниесіне де ақыретіне керекті зәру білімді меңгерді. Сонымен қатар сол замандағы ақпараттарына дер кезінде хабардар болып, алыс-жақын елдердің өкілдерімен мәміле жасап, жаһандағы жаңалықтарды біліп отырды. Ғасыр талабына сай кәсіп етіп қам-қарекетін жасады. Осының барлығы ең алдымен сауаттылықтан шығады. Жастарға ғылым білімнің маңызын талай абыздар, ақындар айтып кеткен. Оның бірі Мәшһүр Жүсіп Көпей былай дейді: шығады асыл тастан, өнер жастан, тәрбие тәуір болса әуел бастан. Мысалы, ғылым таппақ сол секілді, бұлақтың бітіп жатқан көзін ашқан. Жігітке талаптанған 100 мың рахмет, әрқайда сен білгенің ырзық шашқан. Исламның 5 парызы біреу иман, таппайды бұл бестен дүние жиған. Иқтият, шын ниетпен жұмыс қылып, елдерді айт Құдай үшін жан қиған. Ал егер осы оқта-текте жұрт арасында түрлі жағдаймен сауатын аша алмай қалған бірлі-жарым авам адам кездесіп қалса, былайғы жұрт оны мынауың әліпті таяқ деп білмейтін сауатсыз екен-ау деп әжуалайтын. Мұның өзі қазақ халқының басым көпшілігінің сауатты болғандығын, оның ішінде діни жағынан білімді болғандығын дәлелдейді. Сол сауаттылықтың арқасында қазақ халқы иманын басы жиғаным деп білетін дініне берік мәдениетті халқы да айналды. Ел ділінде сырттан келетін сансыз пікірлер мен идеология қарсы тұратын мықты иммунитет қалыптасты. Алаштың марқасқа ақыны бірінші қып дулап, жас бозбалаларға білім алудың маңызын былай ұғындырады. Әуелі үйренетін бір ғылымың, өзіңнің мұсылманша дін ғылымың, шарттарың исламың кәміл білсең, ақиреттік азық берер шын ғылымың. Екінші қажет ғылымың орысша дүр, өзіңе бек пайдалы тілін білуің. Қараған мемлекеттің низамы не, мұны білсең сақталар дүниелігің.
Кеш біліп кеше қалып көп пайдадан, жіберген сол емес пе жер мен суын, жол тауып әлде болса данышпандар, дұшпанын құлатқайында тіккен туын. Майда бол жігіт болсаң тал жібектей, жақсы емес қатты болу тікенектей. Ғылымың болса да ұшан теңіз, пайда жоқ өз халқына қызмет етпей. Кәкім абай өзінің елге білім нұрын шашудағы басты мақсаты жастардың көңіліне сәулесі бар жігіттердің бойындағы ғылым білімге деген құштарлығын ояту екендігін былайша жеткізеді. Мақсұтым тіл ұстартып өнер шашпақ, наданның көзін қойып көңілін ашпақ, үлгі алсын деймін ойлы жас жігіттер, думан сауық ойда жоқ әуелі бастақ, азаматы бір бөлек. Қазақта жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек, тұлпарда да тұлпар бар, қазанаты бір бөлек деген сөз бар. Басқаша жылқы ішінде жүйрік көп, қазанаты бір бөлек, ел ішінде жігіт көп, азаматы бір бөлек деп те айтады. Жігіттің бір жоғары деңгейі азамат болу, әсілі жалпақ тілде азамат деп кәмелетке толып егер жеткен бозбаланы айтады. Ал түпкі мағынасы кәмелет жасқа жетіп үйленіп өз еншісіне алған туыстарына тәуелсіз жанды айтады. Ең бастысы қолына қару ұстап елін қорғауға аттанатын, ел тағдыры мен жер тағдыры үшін намысын жыртатын биік жауапкершіліктің иесі толыққанды ер. Махамбетше айтқанда, арғымақ сені сақтадым, құлағың сенің керек деп, азамат сені сақтадым, бір күніме керек деп. Базар жырау азаматтың сынын былайша жеткізеді. Азамат ерден қол үзбе, күндердің күні болғанда басына қиын іс түссе, қайырылмай саған кетпейді. Осы ұғымдардың барлығы шынайы мұсылманшылық рухымен біте қайнасып жатыр. Түбіне терең бойлай қарасақ, азамат деген сөздің өзі араб тіліндегі азама, ұлылық деген сөзден өрбиді. Сірә ұлы істері дайын болған қас жігіттерді халқымыз солай атаса керек. Жігіт сыны жайлы қазақта мынадай сөз бар. Бір жігіт бар, Құржан, бір жігіт бар, Тіржан, бір жігіт бар, Жігітжан. Құржан дейтін жігіт кеудесі жаны бар, еш нәрсені бітірмейді. Тіржан дейтін бар тапқанын тиіммен асқа салар, қыл беру шоңқима екі үкі тағып әркімді бір сысқа қылар. Жігітжан дейтін жігіт сегіз қырлы бір сырлы болар. Қазақтың ежелгі дәстүрінде ер жетіп қалған бозбалалардың нағыз жігіт болған сынау үшін түрлі сайыстар, сындар өткізетін болған. Бұл ер баланың намысын жанып ерлікке баулиды әрі елін қорғайтын азамат болуына алғашқы қадам болып есептеледі. Расында мұндай игі дәстүр қазақта болғанымен кейіннен халық жадында жойыла бастаған. Бұл игі үрдістің қазақпен қоңсылас басқа халықтарда сақталғанын көреміз. Жігітовка немесе жігіттің сын деген атпен танылған бұл әдет колхоз және орыс казактарда сақталған. Ежелгі грек тарихшысы Ксенофант қазіргі қазақ даласын мекендеген көшпелі халықтардың аттың құлағында ойнайтындығын, оның ерекше өнер сынайтынын тамсана жазған екен. Асыл дініміз ислам өскелең ұрпақтың тәрбиесіне айрықша көңіл бөледі. Оның ішінде олардың иманы берік, қажырлы да қайратты азамат болып өсуіне ерекше мән береді. Пайғамбар оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Мәдинеде сахабалардың бозбала ұлдарының дінін, елін қорғайтын деңгейге жеткендерін іріктеп олардың жорықтарға шығуына рұқсат беретін. Қазақ қоғамында жігіттің ерлердің еліктейтін идеялары болады. Олардың көшпелігі дастандарда жырланатын Әмір Темір, Сайфул Мәлік, Қарасай Қази, Қабанбай Бөгенбай сияқты баһадүрлер, сондай-ақ Құран мен хадистерде қисса дастандар айтылатын Әзіреті Әли, Қарақалды қақ жарған Омар, Әбу Бәкір Сыдық, Осман, төрт шадер сахабалар мұсылман ұғымында ұлы тұлғалар болатын. Жасы да жасамасы да солардың өздері үлгі санады. Арқаның атақты ақиығы Ақан серінің майда қоңыр деген өлеңде мынадай жолдар бар. Жігіттің падишасы Әмір Темір, бозбала әнге салсын қайың кемір, кешегі бес болыстың кеңесінде шығарған Ақан сері майда қоңыр. Сол замандағы жастар Құранда Кәһф сүресінде айтылған, иман келтіріп дуалауға түскен жастардың сиыраларда айтылған ізгі сахабалардың өмір жолдарын, олардың бастарынан өткен оқиғаларды ажыратып біледі. Жігіті нәпсісіне ие болғаны. Халық арасында жігіттің төресі өзінің нәпсісіне ие болып иманын сақтай білгені деген ұстаным болды. Шал ақын ердің ері ғана иман сақтап нәпсісіне ерік бермейтінін ескертеді. Иман қой, ақыл қойшы, нәпсі бөрі, бөріге қой алдырмас ердің ері, таяқты қатты ұстап қойшы тұрса жоламас ешбір пәле шайтан пері.
Мұндай ұстанымдар дін тағылымында айтылған мұсылманға тән қасиеттерін аша түседі. Мұндай Әбу Хурайрадан радиаллаху анху жеткен хадисте Алланың елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын былай дейді: күшті адам күресте жеңген емес, шынның мәнінде күшті ашу кезінде өзін өзі билей алған адам деген. Бұхари мен Мүслім риуаят еткен.